Қазақстандық журналист қатачылық үшін қырғызстандықтардан кешірім сұрады. Қазақстандық журналист PR Одисек Газиза Райымбек Қазақстанда қармалған қырғызстандық пианист жана музыкант Викрам Рузакунов жөнүндөгү туура эмес посту биринчилерден болуп бөлүшкөндүгү үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы тарыхчасына билдирүү жайгаштырган. Анда ал Казакстандын атайын кызматы жана ЖМКнын катачылыгын моюнга алып кечирим сураган. Ошондой эле ал кыргыз элинин ар тараптуу колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирген. Маалымат булагы Бишкек 24 KG сайты.